Қазақ халқы ежелден сөздің құдіретін ерекше бағалаған. Жақсы сөз жарым ырыс. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады деген нақылдар бекер айтылмаған. Әсіресе отбасы ішінде айтылған әрбір сөздің салмағы ауыр. Өйткені шаңырақ жай ғана үй емес, ол бірнеше ұрпақтың тағдыры тоғысқан қасиетті мекен. Сондықтан ата-әжелеріміз үнемі қатты сөз айтпаңдар, шаңырақтың киесі бар деп ескертіп отырған. Ертеде бір әже немерелеріне былай деп айтып отырады екен: балаларым, үйдің төрінде отырып ұрысқан адам бақыт таппайды. Шаңырақ астында айтылған әрбір сөз көкке көтеріліп, өз иесіне қайта оралады. Бұл сөздің астарында үлкен өмірлік шындық жатыр. Ашу үстінде айтылған ауыр сөз ұмытылады деп ойлаймыз, бірақ оны естіген адамның жүрегінде із қалады. Кейде жараланған көңіл жылдар өтсе де жазылмайды. Бір сәттік ашумен айтылған сөздің салдарынан ағайын арасы ажырап, ерлі-зайыптылардың арасына сызат түсіп, балалардың көңіліне қорқыныш ұялайды. Ата-бабаларымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деп бекер айтпаған. Себебі сөз адамның айнасы. Ақылды адам ашуға ермейді. Алдымен сөзінің салдарын ойлайды. Ал сабырсыз адам кейін өкінетін сөзді айтып қояды. Көпті көрген қариялар үйдің берекесін қашыратын екі нәрсе бар. Бірі өтірік, бірі ауыр сөз деп отыратын. Шынында да кейбір үйлерге кірсең, ерекше жылылық сезіледі. Үлкені де, кішісі де бір-бірімен жұмсақ сөйлеседі. Ал кейбір шаңырақтарда ұрыс керіс, реніш, өкпе көп болады. Мұндай жерде отырған адамның өзі мазасызданып кетеді. Себебі сөздің де өз энергиясы, өз әсері бар. Баяғыда бір ақсақал ұлдарына мынадай өсиет қалдырған екен: бір-бірлеріңе қатты сөз айтсаңдар, сол сөздің жаңғырығы балаларыңа жетеді. Бұл жерде қария ұрпақ тәрбиесін меңзеп отыр. Бала ата-анасының айтқанын емес, көргенін қайталайды. Егер ол күнде айқай, ұрыс, дөрекілік көріп өссе, ертең өзі де сондай мінез қалыптастыруы мүмкін. Ал мейірім мен сыйластық көрген бала өзгеге де құрметпен қарайды. Қазақта ырыс алды ынтымақ деген дана сөз бар. Ынтымақ бар жерде береке болады. Ал ынтымақтың негізі сыйластық. Сыйластықтың негізі жақсы сөз. Бір ауыз жылы сөз кейде адамның бар қайғысын жеңілдетеді. Бір ауыз қолдау адамға қанат бітіреді. Ата-әжелеріміз жастарға үйге кіргенде амандасуды ұмытпаңдар. Бір-біріңе жақсы тілек айтып жүріңдер. Үй ішінде қарғыс емес, бата айтылсын деп отыратын. Өйткені бата жақсылық шақырады. Ал қарғыс пен ауыр сөз адамның өзіне де, айналасына да зиянын тигізеді. Тағы бір дана сөзде ашу дұшпан, ақыл дос делінген. Ашуланған кезде адам ақылдан алыстайды. Сондықтан бұрынғы қариялар қатты ашуланса да үндемей қалуға тырысқан. Кейбіреулері сыртқа шығып, біраз тынышталып барып сөйлескен. Өйткені ашумен айтылған сөздің арты өкінішке ұласатынын жақсы білген. Бір әже келініне былай деп ақыл айтыпты: қызым, үйдің қабырғасы кірпіштен қаланған шығар, бірақ оның іргесін ұстап тұрған адамдардың бір-біріне деген құрметі. Шынында да шаңырақты биік ететін сәнді жиһаз немесе байлық емес, оны биік ететін түсіністік, мейірім және жақсы сөз. Қазақ халқы шаңырақты қасиетті санаған. Шаңырақ әкенің аманаты, ананың ақ сүті, ата-бабаның ізі қалған мекен. Сондықтан үлкендер үй ішінде жаман сөз айтуға, біреуді қарғауға, балағаттауға тыйым салған. Олар мұны жай ырым үшін емес, отбасының бірлігін сақтау үшін жасаған. Өмір тәжірибесі көрсеткендей, берекелі отбасы болудың құпиясы өте қарапайым. Бір-бірін тыңдай білу, кешіре білу және жылы сөз айту. Кейде адамға үлкен сыйлықтың қажеті жоқ.
Оның орнына шынайы айтылған «рахмет», «аман бол», «мен саған сенемін», «уайымдама» деген сөздер әлде қайда қымбат. Сондықтан ата-бабаларымыз қатты сөз айтпаңдар, шаңырақтың киесі бар деген. Осы өсиетін әрдайым есте ұстаған жөн. Өйткені шаңырақтың берекесі байлықпен емес, адамдардың бір-біріне айтқан жақсы сөзімен, көрсеткен құрметімен өлшенеді. Жылы сөз көбейген үйде қуаныш көбейеді. Мейірім көбейген жерде бақ тұрақтайды, ал бақ тұрақтаған шаңырақтың түтіні әрқашан дүзу шығып, ұрпағының жолы ашық болады. Ашумен айтылған сөзді айтпас бұрын бір сәт ойланып ал. Үй ішіндегі әрбір адаммен жұмсақ сөйлесуге тырыс. Ренжісең де адамды емес, мәселені талқыла. Ата-анаңа дауыс көтерме. Үлкендердің батасын алуды әдетке айналдыр. Біреудің кемшілігін бетіне басуға асықпа. Кешірім сұраудан ұялма. Кешіре білуді де үйрен. Үйде жақсы сөзбен жақсы тілек көп айтылсын. Балалардың көзінше ұрыс керістен аулақ бол. Әр отбасы мүшесінің қадірін тірісінде біл. Ашу келгенде үндемей қалу кейде ең дұрыс шешім болады. Жақының айтатын сөзіңді жүрек сүзгісінен өткіз. Үйге кіргенде жылы жүзбен амандас. Қарғыс емес, бата айтуға дағдылан. Отбасының абыройын сақтай біл. Жақындарыңды өзгемен салыстырма. Әр адамның жүрегінде көрінбейтін жара бар екенін ұмытпа. Бір ауыз мақтау сөзді аяма. Тіл жарасын емдеу қиын екенін есте сақта. Отбасындағы татулықты кез келген даудан жоғары қой. Біреудің көңілін қалдырғаннан гөрі көңілін көтеруге тырыс. Жақсы сөз айту үшін бай болудың қажеті жоқ. Ағайын арасындағы байланысты үзбе. Қиын сәтте жақыныңа тірек бол. Үйіне кірген адам жақсы әсермен шығатындай жағдай жаса. Балаларға өз үлгіңмен тәрбие бер. Шаңырақтың берекесі сыйластықтан басталатынын ұмытпа. Бүгін айтылған жылы сөз ертең үлкен жақсылық болып оралуы мүмкін. Әрқашан есіңде болсын, жақсы сөз жүректі емдейді, ал ауыр сөз жүректі жаралайды. Әр сөзіңді ойланып айт, өйткені сөздің қайтарымы болады. Ата-анаңды қадірле, олардың орны ешқашан толмайды. Денсаулықты жоғалтпай тұрып бағала. Уақытты босқа өткізбе, өткен уақыт қайта оралмайды. Еңбек етуден қорықпа, адал еңбек ешқашан жерде қалмайды. Ашу үстінде шешім қабылдама. Қолыңа келген жақсылыққа шүкір ет. Уәде берсең, орындауға тырыс. Біреудің ақысын жеме. Қиындыққа мойыма, әр сынақтың артында бір сабақ жатады. Жақсылықты жария қылмай жаса. Дос таңдауда абай бол. Біліміңді үнемі толықтырып отыр. Қарыз алсаң, уақытыңда қайтар. Ағайынмен араны үзбе. Кешіре біл, бірақ әр істен сабақ ал. Балаларыңа жақсы тәрбие беруді басты міндетің деп сана. Қолыңнан келсе, біреуге пайдаң тисін. Ар ұятты байлықтан жоғары қой. Бүгінгі ісің үшін ертең ұялмайтындай өмір сүр. Ата-бабаларымыз байлық та, бақ та адамға мінезімен келеді деген. Сондықтан өмірдің ең басты ережесі адам болып қалу. Адамдықты сақтаған жан ешқашан ұтылмайды. Өмірдің ұзақтығы емес, мазмұны маңызды. Жақсы адам болу ең үлкен жетістік. Ата-ананың қадірі жоқ кезде емес, бар кезде білінеді. Байлық адамды емес, адамның мінезі байлықты сәндейді. Уақыт қайтарылмайтын ең қымбат байлық. Сабыр сақтаған жан көп қиындықтан аман өтеді. Әрбір қиындық адамды әлсірету үшін емес, шыңдау үшін келеді. Ауыр сөз жүрекке жара қалдырады, жылы сөз үміт сыйлайды. Денсаулықтың бағасын ауырғанда ғана түсінбеу керек. Баланың тәрбиесі ата-ананың өмір бойғы айнасы.
Шынайы бақыт дүние мүлікте емес, жан тыныштығында. Кешірім сұрай білу әлсіздік емес, парасаттылықтың белгісі. Біреуге жасаған жақсылығың міндетті түрде өзіңе қайтып оралады. Адамның шынайы бейнесі қиын күндері көрінеді. Туыстық байланыс өмірдегі ең қымбат қазыналардың бірі. Өзіңді өзгемен емес, кешегі өзіңмен салыстыр. Қанағат бар жерде береке болады. Адамның ең үлкен байлығы артында қалатын жақсы аты. Өмір ешкімді күтпейді, сондықтан әр күніңді бағала. Бұл дүниеде бәрі уақытша, ал адамнан қалатын нәрсе оның жасаған жақсылығы мен жақсы сөзі. Тасың өрге домаласын десең, ешкімнің көңілін қалдырма. Адамның жүрегін жаралағаннан гөрі оған қуаныш сыйлаған артық. Өмірдің мәні көп дүние жинауда емес, көп жүрекке жылу сыйлауда. Құрметті оқырмандарым, ана тіліміздегі арнаны қолдай отырыңыз. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз арнаның дамуына үлесін қосады. Тыңдағаныңыз үшін көп рахмет, аман сау болыңыз.